Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналы қазақ ұлтының айнасы іспетті басылым. Алғаш 1921 жылдың 15 қыркүйегінде Орынборда Қызыл Қазақстан деген атпен жарық көрген. Тұңғыш редакторы Абдолла Асылбеков бастаған Ерғали Алдоңғаров, Назипа Құлжанова, Нығмет Нұрмақов, Смағұл Сәдуақасов, Ораз Жандосов, Хамза Жүсіпбеков, Жанайдар Сәдуақасов және басқа алаш қайраткерлері сол тұстағы өзекті мәселелерді қозғады. Қызыл Қазақстан журналы қатаң бақылауда болғанына қарамастан, қазақ қоғамының шын мәніндегі айнасы бола білді. Басылымда қазақ халқының сол кездегі жай күйі батыл айтылды. Келелі мәселелермен қатар қазақ қаламгерлерінің әдеби шығармалары да жарияланып тұрды. 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көп жылдық тарихы бар басылым өзінің болашағын айқындап, жаңа мазмұнмен шыға бастады. Соған сәйкес 1991 жылдың қыркүйек айынан бастап журнал Ақиқат деген атпен шығып келеді. Ақиқат атауын ұсынған журналдың сол кездегі бас редакторы белгілі публицист Камал Смайылов. Журнал шежіресіне көз салсақ, Құрманбек Сағындықов, Мұқан Мамажанов, Кәкімжан Қазыбаев, Камал Смайылов, Сарбас Ақтаев, Жұмабек Кенжалин, Ахат Жақсыбаев, Нұрмахан Оразбеков, Темірхан Медетбеков сынды басшы редакторлардың қолтаңбасы бар. 2012 жылдан 2020 жылға дейін Ақиқат қоғамдық саяси журналында белгілі ақын, публицист Аманхан Әлімұлы басшылық етті. Ақиқат журналы тәуелсіздік жылдары қазақ елінің ақпараттық кеңістігінде өзіндік брендке айналды. Басылымның жемісті еңбегі әр уақытта тиісті сыйлықтармен марапатталды. 2002 жылы Қазақстан журналистер академиясының алтын жұлдыз, 2008 жылы Қазақстан журналистер одағының сыйлықтарына ие болды. 2011 жылы Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойына орай Қазақстан мемлекеттілігінің құрылуы мен дамуы тақырыбында өткен конкурста ең үздік қоғамдық саяси басылым аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Республиканың барлық өңіріне тарайтын басылымда ел зиялылары, қайраткер тұлғалар, жазушы журналистер ұсынған түрлі тақырыптағы материалдар жарияланады. Журналдың мақсаты еліміздің әр саладағы жетістіктерін елге жеткізе отырып, қоғамдағы қордалы мәселелердің шешімін табуына үн қосу, билік пен халық арасындағы сұхбаттастықтың жемісті болуына үлес қосу. 100 жылдық тарихы халқымыздың өсу өркендеуімен тығыз байланысты Ақиқат журналы алдағы уақытта да қазақ руханиятының шамшырағы болып қала бермек.